Армысыздар, Брюхейвен қаласының тұрғындары. Бүгін біз Брюхейвен қаласындағы квартиранттарға барып, үйлерін таза ұстайды ма көретін боламыз. Ал біз бірінші квартирантқа келдік, енді есігін қағайық. Сәлеметсіз бе, не керек? Сіздің есіміңіз қателеспесем мистер Еріншек, иә? Иә, кіре беріңіз мен үйіме. Сіз сұхбат алғыштат емессіз ба? Иә, мен сұхбат алғыштат емін. Мәссіған үйіңіз өртеніп жатыр ғой, үйіңізге не болған? Жай өрт қой. Мәссіған достарына мистер Еріншектің үйі осындай еріншеккен. Не үшін қойып қойғансыз? Бұл балконнан адамдар маған қарай береді, соған қорқытып қойып қойғам. Жүрейді, енді басқа жерлерін... Баук, достар, мен кеттім мына үйден. Мәссіған мистер Еріншектің үйіне енді екінші келмеспін. Достар, дәл жаңа көргендеріңіздер, мистер Еріншектің үйі жаман кір екен. Енді біз мистер Тазаның үйіне келдік. Енді бұның аты мистер Таза болса да, біз көретін боламыз. Сәлеметсіз бе, кіре беріңіз. Ой, рахмет сізге. Мәссіған үйіңізден тап-таза үй шықтыр ғой. Әрине, біз үйді тап-таза ұстаймыз, себебі өміріміздің жарты жері осы үйімізде өтеді. Сол үшін таза ұстаймыз. Жарайды, рахмет сізге. Енді мен үйіңізді көрсетіп кетсем халыққа. Мінекей халық, біз мистер Тазаның үйіне келдік. Қазір енді сіздерге кішкене шоу жасайтын боламын. Мінекей балкон көрейік. Мәссіған анда пилатес жасайтын жері бар екен. Таза. Енді мына жер мәссіған дастархан жайнатып қойғансыз ғой. Иә, әрине, енді сіз біздің үйде қонақ болып тұрғаннан кейін біздің үйдің сыйлы тап-таза екенін көрсетейін деп сізге дастархан жайып қойдым. Мәссіған рахмет сізге көп. Мен осындай кекс пирогтарды қатты жақсы көретін едім. Жарайды, енді сұхбат жалғастырайық. Сіз сурет сала аласыз ба? Әрине, мен сурет сала аламын. Және де осы Брюхейвен қаласының картасын өзім салған болатым. Және де әдемі болғандықтан үйіме өстіп әкеліп қоюды жөн санадым. Және де осы кухняда мен сізге 3 су әкеліп қойған болатын. Естуімше, журналистер көп шөлдейді. Мәссіған сіз сондай внимательный екенсіз. Рахмет сізге көп. Рахмет.